Қазақ халқы тобылғы десе, кәдімгі қамшының сабын көз алдына келтіреді. Ал тобылғының емдік дәрі болатынын білесіз бе? Ендеше тобылғының емдік қасиеті болатынын білгіңіз келсе, қазақ медицинасындағы төмендегі кеңестерге құлақ түріңіз. Тобылғының басты ем болатын аурулары: жарақаттан қан шығу, сулы теміреткі, ескілікті таз, дизентерия, ішек қабынуы, іш өту, қара толғақ, бас сақинасы, ұйқысыздық сынды аурулар. Дәрілік ретінде қолданғанда шамамен 6-12 грамм шамасында қолдану талап етіледі. Олай болса, тобылғының емдік қасиетімен қолданылуы төмендегідей. Тобылғыны жарақаттан қан шығуға қолданылады. Тобылғы жапырағын лайықты алып, жаншып жарақатқа тартады. Сулы теміреткі, ескілікті тазға, тобылғы сабағы мен жапырағынан тобылғы майын алып, күніне 2-3 рет сыртына жағады. Тобылғы майын малдың, адамның ісіп кеткен буындары жазады. Дизентерияға, ішек қабынуға, іш өту, қара толғақ қатарлыларға тобылғыдан 10 грамм, бірсалардан 10 грамм, жер бояудан 10 грамм, жерғонан 12 грамм, жабайы қышуын 10 грамм, қызылмиядан 6 грамм алып, араластырып күніне 2 уақ суға қайнатып ішеді. Бас сақинасына, ұйқысыздыққа тобылғы 10 грамм, бірсалар 10 грамм, дағыр балдырған 10 грамм, иісті тамыр 10 грамм, марал балдырған 10 грамм уақ суға ішеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған көптеген құнды мәліметтер алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.